Сәлеметсіңдер ме қыздар? Бүгін біздің тоқыма тоқып үйренейік каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін каналымызда кішкентай 2 жас, 3 жас қыздарға арналған юбка, яғни белдемше тоқимыз. Көріп тұрғандай бір терісім бітті. Осыдан кейін бір жол тек қана теріс тоқып жатырмын, себебі өрнек көзге көрінетіндей болу керек. Осы жерден менің қазір өрнектерім шығады. Енді 5 теріс тоқылады, әрқайсысы 10-9 тоқылады. Әр жерден 5 теріс кетеді, содан кейін 9-10 кетеді. Міне қыздар, 5 теріс тоқылып кетті. 5 терістен кейін бізде бір ілмекті ауадан іліп аламыз. Одан кейін ары қарай оңды тоқи береміз. Яғни 5 қатар бойы біз ілмектерді іліп отырамыз. Оңның 2 жағынан іліп отырамыз. 5 теріс, әрбір 5 терістен кейін және 5 терістің алдынан. Қыздар, осының белдемшенің схемасын мен сіздерге Instagram парақшама схемасын сызып көрсетіп қоямын. Түсінбесеңіздер, сол жерден де қарап тоқып алсаңыздар да болады. Келесі қатар міне оң тоқып жатырмын. Біреуін іліп алдым. Оң суреттегідей оң тоқылады. 5 теріс міндетті түрде теріс тоқылады. Оңның 2 жағында іліп алуды ұмытпаңыздар. Міне келесі қатар теріс тоқылады, еш өзгеріссіз. Енді оңды біздің бер жағынан тоқисыздар, тесік болмау керек, сол себебіне тартып көрсетіп жатырмын. Оң, қалған қатардың бары оң, ілмектің өзінде қыздар тесік болмайтындай оң тоқып аласыздар. Оң қатардың соңғы ілмегі, оны да оң тоқисыздар. Яғни тағы да қайталаймын, 5 теріс іліп алған воздушный петля оң тоқылады, қалғандары барлығы теріс тоқылады. Міне қыздар, көрсетіп жатырмын. Юбкамыз
қосылғандар. Юбка етегі кең болу үшін оңның қатары қосылғаны көрініп тұр нақты. Еш өзгеріссіз 5 қатар бойы. Әрбір қосылғаннан кейін екінші қатарын сурет бойынша тоқи бересіздер. Яғни бір жолдан кейін ғана оң ілмектің қасына ауадан бір ілмек қосылып отырады. 5 қатар бойы қосылады. Қыздар, енді белдемшенің екінші рет көбейту жолы кетті. Маған қажетті 19 қатар жеткілікті болды. Енді осы жерден 5 терісімді тоқып болғаннан кейін оңның екі жағынан тағы да ауадан ілмек қосып алатын боламын. Міне, оң қатарға жеттім. Ауадан ілмекті ілдіп алдым. Оңның екі жағынан да оң ілмектерді қосып тоқитын боламын. Оларды 5 қатар бойы бір айналымнан кейін барып 5 қатар бойы қосылатын болады. Белдемшенің екінші көбейту жолы. Тағы да ілдім. Міне 5 теріс кетті. Тағы да ары қарай көрсеңіздер болады. 5-ші теріс іліп алдым және ары қарай оң кетті. Қыздар, жалпы оң мен терісті тоқуды сіздер менің алғашқы сабақтарымнан көре аласыздар. Оң мен терісті тоқуды бірінші және екінші, үшінші сабақтарымды ашып қарасаңыздар болады. Осы YouTube каналымда мына жерде қыздар соңғы бір оң тоқылатын жер теріс тоқылғандықтан мен сол бір ілмегімді тарқатып жатырмын. Ондай болады. Қорқпасаңыздар болады. Чатасқандан кейін оны қайтадан тарқатып, сол ілмектің өзін ғана мынандай крючок бізбен өте оңай кетеді. Оның да өзі сіздер үшін бір лайфхак болсын. Қайтадан оңға қалпына келтіріп жатырмын.
Мына жерде қыздар теріс болды. Ілмегімді іліп алдым. Одан кейін ары қарай оң болды. Ешқандай қиынды жоқ. Оңы оң тоқылады, 5 жол теріс тоқылады. Белдемшенің етегінің кеңдігі өздеріңізге қалай ыңғайлы, сонша жол ілмектеріңізді ауадан қосып, белдемшенің етегін кең қылуларыңызға болады. Екінші рез көбейту жолымыз міне көбейтілді. 5 қатар жолымыз өсті. Міне қараңыздар, бірінші көбейтілген 19 жол, тағы да 5 рез көбейтілді. Енді тағы да кішкене. Енді біз елочканы қосатын боламыз. Мына жерде ілмегімде менде 27 оң болған. Енді осы 27 оңды мен 2-ге бөлгенде 13 және ортасында бір ілмекті екі жағынан ауадан петлялар қосып алатын болам. Сонда елочка өрнегі шығады. Қыздар елочка өрнегін қарау үшін мен сіздерге ссылка жіберіп қоямын. Сол бойынша қарап схемасын көрсеңіздер болады, және менің Instagram парақшамнан қарасаңыздар болады. Міне оңды мен тоқып келе жатырмын. Елочка кезінде бір бұтағы оңға қарай, міне осы жерде оңға қарай қысқартылады, 2 ілмегім бірдей. Ал мына жерде бағана ілмегім алынғандықтан бұл жерде ілмек оңынан, яғни ортасынан алып тоқылады, себебі бізге тесік болу қажет. Мына оңынан тоқылып отыр. Сол жаққа қисайы үшін ол солға қарай 2 ілмек бірге тоқылатын болады. Бұның схемасын қыздар Instagram парақшамнан қарасаңыздар болады. Сол жерге мен елочканың схемасын түсіріп қоямын, және мені елочка деп түсірген өрнектің мастер-классында сіздерге жіберіп қоямын. Бізге міне белдемшенің екі етегі кеңдеу болып тұр, өте әдемі шықты. Қосылған қатарлар көзге жақсы көрініп тұр. Алғаш рет үйреніп жатқан қыздар үшін мына белдемшені тоқу өте оңай. Жақсы тоқып үйреніп алсаңыздар, әртүрлі өрнектерді қосып тоқу, әрбір қатарларды қосып кеңейту өз
еріктеріңізбен қоса аласыздар. Бұл енді 2-3 жастағы қызға арналған белдемше. Міне қыздар, оң жаққа қарай қысқартылатын петля оңға қарай жіберіледі. Өрнек оң болып түседі. Іліп алдым. Ортасының барлығы оң тоқылады. Қысқартылатын жерге келдік, іліп алдық. Ол солға қарай оң тоқылады. Яғни екеуісі екі жаққа қарай қисаю керек, өрнектер солай түсу керек. Міне қыздар, біздің елочкамыз осылай шықты. Оң жаққа және сол жаққа қарай тесіктермен әдемі шықты. Міне ортада дәл 4 тесік болғаннан кейін, яғни 4 рез өсірдім ғой. Ортадан тағы да екінші елканы қосатын боламын. Екінші бұтағын салап алып, дәл ортасындағы ілмектің екі жағынан ауадан ілмектер қосып алатын болам. Қазір міне қараңыздар. Өзгертпей оңды оң тоқып жатырмын. Мұнда екі ілмек бірігеді, оңға қарай бірігеді. Ауадан ілмек қосылады. Одан кейін 1, 2, 3, 4 және ортадағы ілмекті тауып алуымыз керек. Міне ол ортасы. Яғни 3 пен 4-ші ілмегіміз олар оңға қарай бірігеді да, ауадан ілмек қосылады. Яғни ортасында екі оң ғана үнемі тоқылып отырады. Қалған ілмектер оңға, мына ортасы ауадан ілдік, солға қарай екі ілмек бірігеді. Солға әдемі түсу үшін ілмектің орнын ауыстырып жатырмын. Екі оң және ауадан ілмек ілінді, және солға қарай екі ілмектер әдемі түсу үшін орындарын ауыстырып отырмын. Оңға қарай қисайды. Сонда бізде ортадан тағы да екінші елочкамыз шығады. Міне достар, бір жолын айландырып тоқып шықтық. Енді екінші елочка басталды ғой. Тағы да бір рет көрсетіп жіберейін деп тұрмын. Міне. Міне. Былай кетеді. Оң жаққа қарай бірілеміз. Біреу, екі оң тоқимызды, ішінен басталған елочкасы, оны да біріктіреміз. Міне, біріктірдік. Оң тоқимыз. Ішін полностью тоқып өтеміз. Оң, енді мынау орындарын ауыстырамыз. Сіздерге жақсы көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Іліп алдық, және мұны сол жаққа қарай біріктіреміз. Бұл ары қарай порисунку ілдік. Себебі мұны былай кетіп баратқан елочка. Тоқтық. Былай қарай біріктірдік. Болды. Осы жолда соңына дейін тоқып сіздерге обзор көрсетейін. Міне қыздар, белдемшенің соңғы жұмысы аяқталды. Соңғы қатарға келдім. Әп-әдемі екі елочкам шықты. Енді белдемшені біз қазір аяқтайтын боламыз. Міне қыздар, міне жерден екі ілмекті біріктіріп аласыздар да, қайтадан оны сол жақ бізіңізге іле бересіз. Міне біріктіріп алдық екі ілмектен, қайтадан сол жақ бізге лақтыра бересіздер.
Сонда белдемшенің ең соңғы аяқтау қатары осылай бітеді, ең соңына дейін. Іліп батырмыз. Міне, көріп отырсыздар ғой, менің оң жақ бізде ешқандай ілмек жоқ. Бірден біріктірдіңіз, екіден қайтадан сол бізге лақтыра бересіз. Міне қыздар, менде осындай ғана 100 грамдық жіптен артық қалған жіп осылы қалды. Енді белдемшедегі мына бір жіп бар, мына жерде міне екінші шошайып қалған артық жіптерді қазір жасыратын боламыз ішіне қарай. Бұл жерде маған ілмек біз керек болады. Осы, яғни ілмек біз деген крючок қой. Осы ілмек бізбен жіптерді ішіне қарай жасырып қоямыз. Осымен қыздар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы белдемшенің схемасын сіздер менің Instagram парақшамнан қарап көре аласыздар. Сызбасын сол жерге салып қоямын. Қыздар, міне белдемшені мен үтіктеп алып кеп қойдым. Жіпті мен Alize Lana Gold жіпімен тоқыдым. Бұл түріктің турецкий жіп. 100 грамм салмағы 240 метр, құрамы 51 акрилден және 49 жүннен тұрады. Қыздар, менің тоқылған белдемшем осындай болып шықты. Осындай артық жіп қана қалды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы осындай жіптен жакет тоқимыз.